Білмеймін, кішкене қобалжып отырмын ба. Балсахан. Ау Айдана. Опо, бір кісінің дауысы шықты ғой. Анда үнмен шықты ғой. Қайырлы күн. Енді Нұрай Мен бармын мұнда деген. Нұрай өзін толық таныстырмаған сияқты Балауса ханым. Жаңағы өзінің сипаттауына мен өзі бір жүрегі бос емес жігіттерді ұнатамын, маған қарамайтын жігіттерге ғашық болған жақсы көремін, біреулердің арасына түскенді жақсы көремін. Және де мінезім онша емес, ата-анамен тұруға мүлдем қарсымын деген нәрселерді қосу керек едім, Нұрай. Өзіңді неге толық таныстырмадың? Енді мүмкін Айдана сіздің көзіңізде сол уақытта сондай адам болып көрініп қалған шығармын. Енді кешеден бері айтып жатырға адам уақыт өте келе өзгереді деген сияқты. Менің де негізі эфирда немесе Инстаграм желісінде жоқ болып кеткеніме бір 5-6 айдай болды. Ол уақыттың ішінде мен бір өзгердім де деп айта аламын негізі. Білмеймін енді Балауса ханым өзгердім дейді да, бірақ күні кеше ғана Нұрай маған не деген взглядтар Аянның тарапынан деп бір бақыт тілеп, көзінен жүрек шығып тұрған смайликтер жіберіп отырған еді да. И бүгін келіп ондай взглядтар типа енді мені көрсе тоқтайтын шығар деп 200-лік танытып отыр да. Білмеймін, мен өзгерген Нұрайды мүлдем көріп отқан жоқпын. Сол баяғы Нұрай тіпті содан бір кері кетпесе бір алда қарай жүрмеген сияқты. Жоқ. Білмеймін, енді Айдана оны давайте уақыт өтсін, сол кезде көрерсіз менің өзгергенді немесе өзгермегенді.